Так, саламатсыздар балалар, бүгін сабақ болмайды, апайларыңды КамАЗ басып кетті. Ділдабаев. На класста менің шығып тұр айналайындар ау. Аружан, бер шана эльф барыңды, мен де шегейін. Менгіні просто затягып қапты. Так, Анеля, тұр орнынан. Енді отыр. Отыр. Өсіп арасында упражнение істеп тұрса, қағылып барасың былшиып. Двоечник Ділдабаев кеше пробныйда 140 балдың ішінен 139 алыпсың ғой сен деген. Қош, қайсынан қателесіп кетіпті? Ауызды ысыды өлтіресің, Апай, ол сізді очкисіз көрініпті, шешіп көріңізші. Киіп аласамыз, апай, киіп аласамыз. Шулап алыңдар, мен күте тұрам ғой, болыңдар. Балдар, биыл 10-шы класс оқисыңдар. Осы бастан мамандықты дұрыстап таңдап алыңдар. Ділдабаев анау вайнер болам деген қой, хуйня нәрсе ол. Гүлмарал апай geldi. Так, сабақты бастамастан бұрын балалар түгенделіп алайық. Нурик Сенпай бар ма? Бар. Хамячка бар ма? Бар. Нұрғазы бар ма? Бар. Уля, Нұрғазы, сен атыңды өзгертсең, мыналардың қасында көрінбей қабатсың, айналайын. Так, Ақалек, сен осы 93-ке шығасың, айналайын. Неге апай? Сен деген осы 90-да 2 ақырет рекке шыққансың ғой, өзіңдей бет қауыстың балаларын қараш, ойбай классына барсаң болды, апай мен шығайын деп тұрады. 5 рет шықты рекке деген. Так, оқушылар, бүгін біздің класста керемет жаңалық, өйткені бізде бүгін туған күн, тепсе темір жетін, ер мінезді Амилайдың бүгін туған күні. Құттықтап қойсаңдар ау. Анар, сен не ана тиктогыңа маған тұрмысқа шықсаң деген сала бересің, айналайын ау. 5-ші класс оқисың ғой сен, отсай көтің құрттамай. Айнар, қанша болдың айтшы? 2 рет болдым апай. Жоқ, мен подписчигіңді айтып отырмын. Өлі, уже 2 рет болып қойғансыз ба, айналайын ау, сен деген 8-ші класс оқисың ғой. Балдар, ертеңгі үй жұмысын жазып алыңдар, 2 видео түсіріп, рекқа шығып беру. Сосын ертең маған кеп тұрмаңдар, ой бля, апай түсіре алмай қалдым деп. Ыңғайы келсе сосын апайға боқтамаңдар.